Үйлерден абадук жасап көрсетеміз деген болатынбыз. Әрине шашымыз жинақы, әдемі көрсетіп тұру үшін, бізге сән беру үшін, бізге көрік беру үшін, оны қалай жасау керек, оған қандай дүниелер қажет, біздің тұрақты қонағымыз Ләйлә Сәтіллә бүгін сіздерге кеңінен түсіндіріп өтеді. Ләйлә, қош келдіңіз. Қайырлы күн. Енді бізді көріп отырған көрермендерге бүгін өзіңіз толыққанды не жасаймыз? Оған қандай дүниелер қажет, түсіндіріп өтсеңіз. Қайырлы күн, саламатсыздар ма? Біз бүгін қыздарға арналған шашқа арналған әшекей бұйым жасаймыз. Енді оны қыздар әркім әртүрлі атайды. Біреулер диадема дейді, біреулер венок деп атайды, біреулер шашқа тағатын деп атайды. Енді осы ең үшіншісі түсінікті болар, бәріне шашқа тағатын. Бірақ енді бұл әдеттегідей шашқа тағатын абудок секілді болғанымен, бұның артықшылығы бұл төрт түрлі болып тағылады. Бұнысы шашқа да таға бересіздер. Егерде жаңағыдай киіміңіз бір түсті болса, беліне белдік қып тағуға болады, және мойынға алға қып тағуға болады. Егерде қаласаңыздар, оны қолға браслет қылып та тағуға болады. Сол үшін бүгінгі істейтін затымыз негізі біздің универсальный деп аталады. Әмбебап бәріне қолданылып кете береді. Енді ол үшін керек бізге мынандай сым керек, аты проголок деп аталады. Бұның 0,4 деген размері болады. Мына жерде жазылған 0,5, 0,3 болады, бірақ 0,4-ті алыңыздар. Олардың размері қалыңдығына байланысты болады. Енді екіншіден бізге ең керек осы сым. Сым бізде кәдімгі жіптің орнына қолданылады. Екінші бізде қолданылатын ол біздің өзіміздің тастарымыз. Тастарды да өздеріңіз қалаған ала бересіздер. Мен өзіме ұнаған екі түстен жасағым келді. 3 түстен, 4 түстен микс қылып, немесе бір ғана түстен де жасасаңыздар болады. Мен қызыл және көгілдір түсті алдым. Басыңыз бүгінгі көк және қызыл түсті екен. Расымен өте жаңағы көздің жауын алады деп жатамыз ғой. Менің жақсы көретін түстерім екен, Ләйлә ханым. Сізге ұнағанда қанықтымын. Енді қараңыздар, тастарды алған кезде біз негізі айтып өтетініміз натуральный тастар болады деп. Негізі натуральный тастар алмағандарыңыз жөн болады. Себебі бұны біз басқа тағамыз, мойынға тағамыз, ары бері жүргенде жібіміздің қалыңдығына да ол натуральный тастар ауыр болып кетеді. Сол үшін негізі натуральный тастарды алсаңыздар да өте майда 6-лық размер, болмаса 4-лік размерді алыңыздар. Енді мен бүгінге өте жиі қолданылатын әдеттегі хрустальдарды алдым. Хрустальдарым да өте әдемі болып шығады. Және де бізде үнемі қолданылатын өзіміздің инструментіміз, 3 в 1 деп аталатын инструмент. Міне 3 функциясы бар. Негізі бұның функциясы 3-тен де көп. Бұл да кез келген магазиндерде сатылады. Және ең соңында кәдімгі қайшы, өзіміз үйде қолданып жүрген қайшылар. Сосын бізге керектігі ленталар қажет болады. Ленталар. Бірі қара және бірі қызыл лента. Бұның қазір әшекей бұйымның соңында көретін боламыз, қалай қолданылатынын. Олай болса бастайық. Міне мен проголокты өзіме ыңғайлы размерде өлшемде алдым. Бұны қатты үлкен қылып та, қатты қыса қылып та алудың қажеті жоқ. Себебі әшекей бұйым жасап жатқан кезде ұзындығы бітіп қалса, ары қарай өзіміз жалғап кете береміз. Сол үшін, өзіңізге ыңғайлы размерді алыңыздар. Көп алып қойсаңыздар, жұмыс істеуге просто ол жай кедергі келтіріп кетеді. Мынаны сізге берейін. Және мен өзіме тағы алып алайын. Мына катушканың өзінің іліп қоятын ілмегі бар. Міндетті түрде біткен екен, осыған іліп қойыңыздар. Себебі сіздер бұған сымды ілмесеңіздер, бұл шашырап кетеді. Сымымызды дайындап алдық. Енді осы алған сымымыздың ішіне, мына жердегі хрусталімізді кіргіземіз, ішіне біреуін алып аламыз. Сізде өзіңізге ұнаған. Жоқ, тек бір-ақ түсін аламыз. Жоқ, бір ғана данасын аламыз. Міне данасын алып алғаннан кейін, ұстап тұрамыз да, міне қараңыз, бұлай бір-біріне орап шығамыз. Кәдімгі екі жіп екі жағында тұр. Бұлайынан асықпай орап шықсақ та болады. Міне бұл біздің ең бірінші қадағанымыз. Біз неге бір ғана дана алдық? Себебі бұл біздің әшекей бұйымымыздың ең басындағы бастапқы жері болып тұр. Енді бұл екі жаққа кетті ғой міне. Екі сым, екіншісіне тағы кіргіземіз да, біз енді негізгі бөлімге көшеміз. Мені кішкене ұзындықты қалдырып алыңыз да. Сосын бұны тағы да бұраймыз. Кішкенде бұрап біткеннен кейін бізде екі түсін аластырамыз дедік қой. Мен қызыл алдым. Мен енді көгілдір цветті аламын.
жағынан бірде талғып алып өту керек. Міне пісті айдақанымызды. Екінші жағын аласағына міне тал істеу үшін мынаны ораймыз. Орап Дегенмен де менікі жаман емес. Жаман емес, жақсы. Міне орағаннан кейін біз бұны соңынан орамаймыз. Осы жерден екінші тасымызды кіргізіп жібереміз. Міне мынау бізде негізгі жол. Мынау бізде жолдан шыққан екі сым. Біздің мақсатымыз мынау негізгі жол ортада тұрады. Міне біреуден бастадым, біреу, нақта міне мына жерде екеу болды, мына жерде екеу болды, мына жерде үшеу. Енді тура осылай, қазір мен мына жағынан да үшеуін істеймін, негізгі жолға түсем. Одан кейін мына жақтан үшеу істеймін, негізгі жолға түсем. Бізде мынау негізгі жол ортада қалады. Екі жағындағы сымнан осы секілді талдарды шығарып негізгі жолға қосып, ары қарай кәдімгідей өріп кете береміз. Бұл әшекей бұйымның ең бірінші үйреніп алатыны осы. Міне құрметті көрермендер, менің сымымның бір жағы бітіп қалды, қараңыз айдақаным. Қалды. Енді не істейміз? Бұл кезде ешқандай қорқыныш жоқ. Екінші тағы да сымды алып аламыз. Мен келген сымды алып алдым. Міне мына біткен жерде бұны бүйтіп орап шыға саламыз. Түк қиындығы жоқ. Орап шыға саламыз. Мынау бізде бұрыннан келе жатқан негізгі жолы, бұл негізгі жолы өзі қала береді. А мынау екеуінен қайтып мен екінші мына жақтан жасап жатқан жұмысымды ары қарай талдарымды, өрген өрістерімді өріп шығара беремін сымдарыммен бірге. Міне айдақаным біздің әшекей бұйымды салып қалды. Қыздарда көретін болсақ, біз менен бірінші жағында лента орап қойдық, екінші жағында лента қалай орап көрсем. Ол кәдімгі лента, кәдімгі мен екі жағын өзім сәнді болу үшін қырқып алдым. Лентаны аламыз. Мен жаңа әшекей бұйым жасап жатқан кезде ең басынан арнайы лента қадайтын бос орын қалдырып кеткенмін. Бұндай бос орын жоқ болса, бұны өздеріңіз сыммен орап қолдан жасап алсаңыздар да болады. Енді мынау лентаны аламын. Тура лентаның ортасы тұрған жерде былайынан лентамызды байлап шығамыз. Тек бір байлаймыз болды. Болды, бір байлаймыз. Потому что лентамыздың размері қалың. Енді біз екі түстен істедік қой. Осының қасына қосымша қызыл түстен де аласырып қойсаңыздар болады. Мына жерде орын бар. Енді ол өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Енді біз әшем. Менің қалауым осы қара болды. Қара түс лентаны ғана тақсақ, сонда әдемі көріне ма деген ой болды. Неки айдан істеп жатқаны қайда екен деп біздің көрермендер таңғалып отырған болар. Міне біздіңкі мына жерден әдемі етіп жалғай түстік. Қалған барлығы міне Ләйла ханымның өзінің қолынан шықты. Енді дегенмен де сіздерде дәл осылай үйде жасаңыздар деп біз тек кеңес береміз. Енді бұның қалай тағылу жолын Ләйла ханым өзі көрсетсе. Мен жаңа 4 түрлі болып тағылады дедім. Ең бірінші шашқа тағып көрсетейін. Енді бұның размерін, ұзындығын өздеріңіз таңдап аласыздар. Міне мынау шаш болатын болса, міне шашқа осылай тағасыз. Көйлегіңізбен әдемі пакет қылып, қалған жағын лентаны былай астына орап қоя саласыз міне. Әсем ободок іспеттес болып тұрады. Енді екінші бұны шашты аламыз. Шаштан алғаннан кейін міне, енді бұны киім болатын болса, киімнің алдына мойынға тағып та қойса болады. Міне. Көрдіңіз бе? Қара көйлекпен болсын, немесе қызыл көйлекпен, сары ақ көйлекпен бәрімен өте әдемі керемет түседі. Енді екіншісі, тұра қойыңыз, сізге белдік қылып көрсетейін. Мына енді размері біз кішкентай қылып алып қой. Белге болса, артындағы лентаны ұзындау аласыздар міне. Әдемі белге арналған, белге мүшеге арналған әдемі белдік болып шыға келді. Енді ең соңғы төртіншісі, қолыңызды бере қойыңыз. Берде қаласаңыз міне, екі қабаттан міне былай қолға әдемі әшекей бұйым болып шығады. Енді лентаны сіздер 4 түрлі қырып қойсаңыздар да болады. Қолға тағатын кезде ұзын лентаны қырқа саласағыны орнына кішкентай лента қадайсыз. Белге болса ұзын лента қадайсыз. Енді біз қазір стандарт қылып алдық лентаны. Міне осылай 4 түрлі қылып жасауға болады.
мінекей қалай қаласаңыз да өздеріңіздің еріктеріңізде, қымбатты көрермен. Ләйлә ханым, сізге үлкен рахмет. Мінекей біздің көрермендерімізге бүгін біздің жасаған әшекейіміз түсінікті болды деп ойлаймыз. Дегенмен біз бүгін бұның атауын әмбебап әшекей деп алдық. Өйткені біз басымызға тақсақ та сән беріп, көрік беріп, немесе белдемше ретінде тағуға да болады, алқа ретінде. Ләйлә ханым дәл қазір тағып көрсеткен қолымызға арнайы білезік етіп тақсақ та әдемі көрінеді, қымбатты көрермен. Сіздер де жасаңыздар, шаршамаңыздар, талмаңыздар дейміз. Кеңес бізден, таңдау сіздерден.